Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай торт дайындайтын боламыз. Бұл торт киндер торт деп аталады. Өте дәмді торт. Балаларға жасап берсеңіздер, өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Үлкен көлемінде киндер торт. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, корждарды жұп-жұмсақ, кремі де өте дәмді шығады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бірінші ыдысымызға 4 жұмыртқаны салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Негізі торт дайындаған кезде ұзақ миксерлесе, тестасы әдемі пышный болып, дәмді болып шығады. Сұрақтарыңыз болса, комментариямға сұрақтарыңызды қоя кетіріңіздер. Барлық сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беремін. Енді үстіне шекер салып, тағы да миксерлейміз. Ингредиенттерінің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Сұйық май құямыз, тағы да миксерлейміз. Ендігі кезекте ұн, какао, разрыхлитель үшеуін ыдысқа өлшеп салып, 2 бөлікке бөліп миксерлейміз. Бөліп миксерлеген жақсы. Сонда тестамыз әдемі болып шығады. Міне екінші бөлігінде салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Шешетінің барлығын жинақтап, тағы да миксерлейміз. Тестамыз дайын болды. Енді осы тестаны осындай сұйықтау болады. Тестаны 4 бұрышты табамызға салып, үстіне фольга немесе пергамент төсеп құямыз. Және шет-шетінің барлығына жеткізіп, асықпай жеткізіп, бір келкі етіп төсеп шығамыз. Міне әдемі бір келкі болып шықты. Енді осы тестаны пешке 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Тортымыздың коржы дайын болғанша крем дайындаймыз. Сливки міндетті түрде 30%-дан жоғары болу керек. Жақсылап қоюлатып миксермен араластырып аламыз. Және үстіне шекер салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қатты қою болған кезінде үстіне алдында дайындап қойған желені құямыз. Алдында мен желеге жылы су құйып дайындап қойған болатынмын. Желе бізде кремді әдемі қатты ғып ұстап тұру үшін керек. Міне біздің коржымыз дайын. Енді осы коржды түп-түзу етіп, 4 бұрыштылап кесіп аламыз. Міне әдемі жұп-жұмсақ корж кесіп көрсетіп жатырмын. Енді осы коржды дәл ортасынан 2-ге бөлеміз. Сіздер линейка пайдаланып кессеңіздер де болады. Енді кремді қатып қалмай тұрып жағып шығуымыз керек. Желе қосқандықтан крем шамалы қатыңқырап қалады. Сол себепті жылдамдатып кремді салып, жақсылап бір келкі етіп, тегістеп алып, үстіне екінші коржды жауып, шет-шетінің барлығын осылай түп-түзу етіп, түзулеп аламыз. Сіздерге видео рецепт ұнап жатқан болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне таратып қоюларыңызды сұраймын. Міне осындай әп-әдемі, дәмді, өте керемет киндер тортымыз дайын.
балаларыңызға осылай жасап беріңіздер. Балаларға міндетті түрде ұнайды, өзімізге де қатты ұнады. Жасалу жолы оңай, жарты сағат уақытыңызды алады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.